Сабақтың тақырыбы матрицаны матрицаға көбейту. Бұл жерде бірінші матрица, мынау және екінші матрица. Ең бірінші матрицаның нешеге неше өлшемін білу керекпіз. Оны қалай білеміз? 1, 2. Көлденеңінен қанша қатар екенін санаймыз. 1, 2. Яғни мына жерде 2 қатар. Және де тігінен 1, 2, 3 қатар. 2-де 3 матрица, бірінші матрицамыз. Екінші матрица 1, 2, 3. 3 қатар. Және тігінен 1, 2, 3. Бұлда 3 қатар. Ендігі мына бір-біріне жақын 2 санды салыстырамыз. Бірінші матрицаның яғни екіншісін және екінші матрицаның бірінші санын салыстырамыз. Егер екеуі тең болса, яғни мына 2 матрица көбейтуге болады деген сөз. Ал егер де екеуі тең емес болса, бұл 2 матрица ешқашанда бір-біріне көбейтілмейтін еді. Ендігі мына 2 санын салыстырамыз шетте тұрған. Яғни 2-де 3. Ең соңында біздің шығатын жауабымыз, матрицамыз бұл 2-де 3 матрицасы болады. Яғни көлденеңінен 2 және тігінен 3 қатар болатын матрица болады. 2-де 3 матрицасы. Енді көбейтуге кірсек, ол үшін ең бірінші мына қатарды және мына қатарды көбейтеміз. Яғни бірінші санына екінші матрицаның бірінші санын, бірінші матрицаның екінші санына мына екінші санды, 1-ге 2-ні көбейтіп бәрін бір-біріне қосамыз. Көрейік. 2-ге 3-ті көбейтеміз. 6 қосылған. 2-ге 3-ті көбейтеміз. 6 қосу. 3-ге 1-ді көбейтеміз. 3 қосу. 1-ге 2-ні көбейтеміз. 2. Бұл біздің мына жерде тұрған ең бірінші санымыз осы қосынды болады. Келесі, осы жолды мына екінші жолға көбейтеміз. Дәл осылай етіп. 2-ні 4-ке көбейтеміз. 8 қосылған. 3-ті 1-ге. 3 қосылған 1 бірім 1. Бұл жерде біздің екінші санымыз. Жауаптағы матрицаның екінші саны бар. Келесі, осы бірінші жолды екінші матрицаның үшінші қатарына көбейтеміз. 2 бесім 10 қосылған. 3 төртім 12 қосылған. 1 төртім 4. Бұл бізде үшінші сан болады. Келесі, енді дәл сондай етіп тек екінші жолды көбейтеміз. Екінші жолды бірінші қатарға көбейтеміз. 2, 3, 6. Оны келесі матрицаның астына жазамыз. 2, 3, 6 қосылған. 7-ге 1-ді көбейтеміз. 7 қосылған. 4, 2, 8. Дәл солай осы екінші жолмен екінші қатарды көбейтеміз. 2 төртім 8. 7 бірім 7. Қосылған 4 бірім 4. Келесі, екінші жолмен үшінші қатарды көбейтеміз. 2 бесім 10 қосылған. 7 төртім 28 және 4 төртім 16. Міне осылай біздің көбейтуіміз орындалады. Тең болады. Енді мына қосуларды ғана орындау қалды. 9, 10, 11. Келесі. 13, 21. 13, 21. 11, 12. 5, 10, 9. 22, 26. 38, 48, 54. Міне. Ең соңғы жауабымыз бастапқы мына 2 матрицаның көбейтіндісі, демек жауабы мына болады.